Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Менің толық аты жөнім Жолжанов Бағдат Асқарұлы, химия пәнінің мұғалімімін. Химия пәніне арнап жазған бірнеше кітабым бар: биорганикалық химия, органикалық химия және жаңартылған бағдарлама химиясы. Осы кітаптардың желісі бойынша мен бүгіннен бастап сіздерге химияны қарапайым, жеңіл тілмен түсіндіретін боламын. Ол үшін біздің парақшаларымызға, Инстаграмдағы, ТикТоктағы, Телеграмдағы парақшаларымызға тіркеліп қойыңыздар. Жалпы біз бірінші күніміздегі видео сабағымызды біз элементтердің салыстырмалы атомдық массасы есептеуден бастайық. Жалпы химияда ең бірінші білу керек біліміміз бұл сол жаңа айтқан салыстырмалы атомдық массаны есептеу. Салыстырмалы атомдық масса немесе оны жай ғана атомдық масса десеңіздер болады. Жалпы Менделеев кестесі ол үшін қолдарыңызда болу керек. Менделеев кестесін алсаңыздар, осындай элементтің Na, Li, Sa, С деген секілді таңбасын көресіздер. Бұл элементтің таңбасы деп аталады. Әрбір элементтің өзінің таңбасы бар, және ол сол элементтердің латын тілінен алынған атауларына негізделген. Мысалы, Na деген бұл латын тілінен натриум деген сөзден алынған. Яғни Na бұл натриум сөзінің бастапқы екі әріпі. Келесі, Li бұл латынның литиум деген сөзден алынған, яғни бұл да бастапқы екі әріпі. Келесі, Sa бұл латынның кальциум деген сөзінен алынған, яғни бастапқы екі әріпін алған. Мысалы, С деген бұл латынның карбон деген, яғни карбон деген бұл немесе сарбон, яғни карбон деген бас әріпі С-ны алған екен. Яғни осылай элементтің таңбасын біз латын тілінен алатындығын білейік. Яғни латын тілінің бастапқы, латын атауының бастапқы бірінші әріпі немесе бірінші, екінші әріпі деген секілді заңдылықтарға сүйене отырып элементтің таңбасы құрастырылады. Менделеев кестесінде 118 элемент бар. 118 элементтің барлығының да таңбасы дәл осы латын тіліндегі атауларынан, солардың бас әріптерінен алынған екен. Енді біздің негізгі түсіндірмеміз бұл салыстырмалы атомдық массаны есептеуге арналады. Салыстырмалы атомдық массаны есептеу үшін мынандай нәрсені білу керек. Элементтің кестедегі, Менделеев кестесіндегі жоғары жағындағы тұрған бүтін сандар, бұлар олардың реттік нөмірі деп аталады, немесе атомдық нөмірі. Менделеев кестесінде натрий 11-ші реттік нөмірде тұр. Литий 3-ші, кальций 20-ші, көміртек 6-ші. Міне осылай әрбір элементтің реттік нөмірі бар. Оны кестеден, Менделеев кестесінен қарасаңыздар болады. Және сол элементтің астында мынау секілді көптеген ұзақ санынан тұратын бір сандар бар. Дәл осы сандар біздің айтып жатқан атомдық массамыз. Атомдық масса немесе салыстырмалы атомдық масса. Бұл салыстырмалы атомдық массаны бірақ жуықтау әдісімен есептейміз. Ұмытпаңыздар, жуықтау әдісімен немесе дөңгелектеу әдісімен деп те айтады кейбір жерлерде. Енді оны есептеуді түсіндірейін. Салыстырмалы атомдық массасы мынау секілді ұзын бір сандардан тұрады, оны біз бүтін санға айналдыруымыз керек. Ол үшін математикадағы дөңгелектеу әдісін пайдаланамыз. Яғни 22 деген бұл негізгі сан. Негізгі саннан кейін үтір болады міндетті түрде. Сол үтірден кейінгі бірінші санға қарайсыздар. Одан кейінгі сандар маңызды емес. Яғни атомдық массаны есептеу үшін, салыстырмалы атомдық массаны білу үшін негізгі саннан кейін үтір болады, үтірден кейінгі бірінші санға қарайсыздар, сол сан маңызды. Егер үтірден кейінгі бірінші сан 5 және одан үлкен болса, мына негізгі санға тағы плюс 1 қосылады. Сонда 22-ден кейін үтірден кейін 9 тұр. 9 бұл 5-тен үлкен сан, сондықтан да 22-ге тағы 1 қосылады да натрийдің массасы, атомдық массасы 23-ке тең болады. Келесі, мысалы, кальций. Кальцийдің атомдық массасы 40 негізгі сан, үтір, одан кейін 0 тұр. Үтірден кейінгі бірінші сан 5-тен төмен сан болса, 4, 3, 2, 1, 0. Онда мына негізгі санға тағы 1 қосылмайды. Яғни осы 40 күйінде қалады. Яғни кальцийдің салыстырмалы атомдық массасы немесе атомдық массасы 40-қа тең болады. Келесі, көміртек. Көміртек бұл негізгі атомдық массасы 12, бірақ үтірден кейін сан 0 тұр. Яғни үтірден кейінгі негізгі саннан кейін үтірден кейінгі бірінші сан ғана маңызды, одан кейінгілер маңызды емес. Бірінші сан 0, яғни 5-тен кіші сан болғандықтан бұның дөңгелектегенде жуықтағанда 12 болып қала береді. Келесі, литий. Литийдің атомдық массасы есептегенде 6, үтір, негізгі сан 6, үтір, одан кейін үтірден кейін бірінші сан 9. Үтірден кейінгі бірінші сан неше болады? 5 болса, 5-тен үлкен сан болса, негізгі санға тағы 1 сан қосылады. Ал егер 5-тен төмен 4, 3, 2, 1, 0 болса, онда қосылмайды. Сонда бұның дөңгелектегендегі
орташа жалпы атомдық массасы 7-ге тең екен. Міне осылай кез келген элементтің 118 элементтің кез келгенінің атомдық массасын, яғни салыстырмалы атомдық массасын дөңгелектік жуықтау әдісі бойынша есептейсіздер. Ал алдағы уақытта химиядан есептер шығарғанда атомдық массаны есептеу өте қажет болады. Енді осы жерде бір айтатын бір элемент бар. Бұл хлор деген элемент. Хлор деген Менделеев кестесінде 17-ші тұр. Кестеден қарасаңыздар болады. 17 деген реттік нөмірі бар. Осы хлордың ғана атомдық массасын дөңгелектемейсіздер, үтірмен жазасыздар. Әр қашанда ол үтірмен жазылады. Ол 35,5-ке тең. Ұмытпаңыздар. Яғни хлордың атомдық массасын 35 деп аласыздар. Ал қалғанның барлығы мынау секілді жуықтап, дөңгелектеп, бүтін санмен аласыздар. Міне осымен біздің химиядағы ең маңызды білуіміз керек білімнің бірі салыстырмалы атомдық масса немесе атомдық масса деп атайды. Соны біліп үйреніп алдық. Алдағы уақытта да химиядан білімдеріңізді арттырғыларыңыз келсе, біздің парақшаларымызға тіркеліп қойыңыздар. Егер химиядан жүйелі түрде білім алғыңыз келсе, маған жекеме жазыңыздар. Мен сіздерге нөлден бастап химияны толық үйретуге арнайы бағдарламам дайын.